Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Нұрева. Бүгінгі видеода сіздермен Европада болған барлық қызықтармен, лайфхактармен, факаптармен, және де қанша қаражат кетті, не істеу керек, барлық қызықтарды айтатын боламын. Егер сіз Европа елдерін аралауды армандасаңыз, немесе жақында баратын болсаңыз, бұл видео сіздерге өте пайдалы болады деген сенімдемін. Қанша қаражат кетті, не істеуге болады, не істеуге болмайды деген кеңестерді мен барынша беруге тырысатын боламын. Өткен жылы маусым айында біз Мадина деген құрбым екеуміз 2 аптада 4 ел 5 қаланы аралап шықтық. 2 аптада біз әртүрлі эмоцияларды бастан кешіп үлгердік. Біздің саяхатымыз бастан аяғына дейін жоспарланған болса да, біз бір түн далада түнеуге мәжбүр болдық. Ал енді неден бастаймыз? Әрине, шет елге шығу үшін сізге міндетті түрде паспорт қажет болады, а Европа елдерін аралау үшін Шенген виза қажет болады. Шенген визаны сіз өзіңіздің қалаңыздағы кез келген консульстводан алсаңыз болады. Әрине, Европа жайында ешқандай ақпарат білмегендіктен, Шенген визаны қалай алу қажет, қандай билеттер алу қажет, ешқандай информация білмегендіктен, біз сопровождение алайық деп шештік. Біздің сопровождение 75 мың теңге тұрды. Оның ішіне визовый сопровождение, яғни виза алуға көмектесті, арзан билеттер, арзан отельдер, және де бізбен 2 апта бойы на связи болды ол кісі. Видеоның соңында сіздерге толықтай қанша қаражат кетті, соны айтатын боламын. Бәріне сәлем достар, бүгін біз менің құрбым Мадина екеуміз Европа елдеріне саяхат бастаймыз. Долетели в Абу-Даби. Абу-Дабидегі отелімізге аман-есен келіп түнедік. Бір түнге адам басына 10 мың теңге болды. Таңертең Хардис ішейін деп шештік. Хардистегі бюро фриварға таңғалып отырсақ, осындай фривар Қазақстанда да бар екен. Кейін кішкене қаланы аралап, жағажайларға барып шықтық. Аэропортқа жолға шығып, Будапештке қарай ұштық. Бүгін 9 маусым, біз Абу-Даби қаласынан Будапешт қаласына ұшып келдік. Қазір Будапешт қаласының аэропортында Венецияға посадкамызды күтудеміз. Біраз уақыттан кейін посадка басталады. 1,5 сағаттардай ұшамыз. Вот Мадина. Вот Мадина. Я искала круассаны, да. Дорого. Қанша? Круассан Будапешт аэропортында қанша тұрады круассан? 2000 теңге тұрады. Алмай кеп қалдым. Нет, не спрашивала. Чайда 2000 тұратын шығар. Бір чай, бір круассан, примерно. Су ішіп отыр. Суды қанша қалды? 700 теңге. 0,5 су. Біздің анау контрольда суымызды алып қойды. Бизнес. Вообще бессовестные.
Солай Будапешт аэропортында таңға дейін болып, Венецияға қарай ұштық. Венеция бізді өте жылы қарсы алды. Аэропорттан автобусқа отырып, отелімізге қарай жол тарттық. Билет автобусная карта қалай алу керегін білмегендіктен бізге зайчик болуға тура келді. Біз, вот, аэропортқа түстік автобуспен, мы так рады, мы зайчики. Айдаладан, автобуспен келдік. 4 проверочный адам көрді, біреуімізге тиіспем жоқ. Бұл біздің Венециядағы отель. 2 күнге адам басына 50 000 теңге шықты. Негізі Европаның отельдерінде 4 жұлдызды болса да ешқандай условия жоқ екен. Бізге су тіпті үттік те бермеді. Сөйтіп құрбыммен жиналып, автобусқа отырып, қалаға қыдыруға шықтық. Мы кушаем настоящую итальянскую пиццу. Нам очень понравилось. Это вот такое заведение. Если честно, не знаем, как называется. Но вкусно. Americano, senta me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi ti fa fan. Бүгін 10 июнь, біз кешегі көрмеген локацияларды көруге бара жатырмыз. Ауа райы өте керемет, иә? Желді, қатты ыстық емес. Сол. La borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Бізге ұнағаны европейцтер жақсы демала алады екен. Әсіресе үлкен кісілер өздерінің вайбында асықпай, достарымен әңгімелерін айтып демалып отырады. Қыдырып жүріп, бізде сол вайбты сезініп, көңіліміз демалып қалды. Fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Учимся у Апаши делать селфи. Вот мы хотим с ними сделать видео. Сейчас. Cin cin, cin cin. Have a good stay in Venezia. Vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte We are not hungry. Okay, thank you. buonasera signorina, kiss me good night.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando. Dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando. In quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e d'amore. Buonasera, signorina, che Saat tangı 8:30. Biz қазір отелімізден шығып, автобусный станцияға барып жатырмыз. Ары қарай Миланға. Вот біз автостанцияға келдік. Автобусқа отырып, енді Миланға барамыз. Автобустары өте ыңғайлы, ішінде зарядка, Wi-Fi бар екен. Бірақ Wi-Fi-лары тек 15-20 минутқа беріледі. Осылай қаладан қалаға әдемілікті тамашалап, Миланға қарай жеттік. Una, due, tre, te voglio bene assai, e tu pensa a me, io te voglio bene assai, e tu non pensa a me. Riguardate e lagrima così vicino a me che tutto mio sarraia bene assai e tu non pensa a me io te voglio bene assai e tu non pensa a me sacci che non vuoi scendere ligrare quando è scura vatte innamore So the gallery is on the one hand a celebration for the unification of Poland, but also was Вот это здание или что? С музыками. Я. Колеси, молятся. Және Миланда ашылған ең үлкен Starbucksқа да кіріп көрдік. Бұл кофехананың үлкен кеңістігі бірнеше аймаққа бөлінген. Олардың бірінде қонақтарға қызмет көрсетіледі, ал екіншісінде кофе өндіріледі. Кофехананы аралай отырып, қорғыштарды қалай жұмыс істейтінін, бұршақтардың қай жерде салқындатылғанын және пайдалануға ашық кофенің қалай оралғанын көруге болады. Кофехананың бұл ашық форматы туристерді қатты қызықтырады. Avete visto meno di un mese fa? Келесі күні озеро Комаға қарай жол тарттық. Миланнан 1 сағаттық жер екен. Билет құны шамамен 10 евро болды. Ертерек шығып, уақытты үнемдеу үшін пойыздың ішінде боянып, шашымызды реттеп алдық. Розетка. Бірінші отозвались. Міне біз пойыздан түстік. Енді ары қарай бара жатырмыз. Бұл жақта туристер аз, өте тыныш, нағыз Италияның вайбы ұрып тұрған жер екен. Sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Come da poca picchita va bene,
Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. У них, короче, қорқпайсың олардың полициялар. Айтпашы, біздікілер де қорқасы ғой. Айналып қашасың ғой. Они прям полиция ғой, полиция. Біздікі, мусора. Еще сен преступник сияқты қарайды саған. Біз нағыз қазақтар күн ыстықта шай ішіп отырмыз. Шоколадпен. Қайтадан Юланға оралып, заттарымызды хостелдан алып, дальше Римға қарай жол тарттық. Шамамен 3-4 сағаттық жол болды. Invece è stata prima oggi, come lo sa? Мынау Римнің вокзалы. Біз қазір метроға бара жатырмыз. Вокзалдан жақын екен біздің отель. Бір 10-15 минуттық жерде. Осындай үлкен, әдемі вокзал. Классная, по идее, мне нравится. Біз автобус күтіп отырмыз. Шаршадық. Далада жаңбыр. Күн күркіреуде. Рим планауына қарсы алды. Ендігі қызық, қалай біз Рим қаласында далада қалдық. Негізі біз қазір оны күліп еске аламыз, бірақ сол кезде тіпті күлкілі болған жоқ. Ол неден басталды? Ең алдымен біз Рим қаласына пойызбен Миланнан жеттік. Пойыздан түскеннен кейін Google Maps'тан біздің отелімізді іздедік. Отель емес, бізде апартамент болды. Сағат 10-11 шамасы болғаннан кейін түн уақытында метро жабылып қалды. Біз пойыздан шығып автобус іздедік. Апартаментке баратын автобусты біз примерно 40 минуттай күттік қой деймін. Дала жаңбыр жауып тұрды. Көптеген афроамериканец ұлдар болды. Тура анандай кішкене Париждегідей қорқынышты болды. Біз
біздің апартаментімізге екі остановкадай жерден түсіп, жаяу жеттік деген жаңбыр біздің настроениеміз өте күшті, себебі анандай Рим бізді жақсы қарсы алды деп келе жатқанбыз ғой. Мына келдік, яғни біздің апартаментіміз тұрған домның алдына. Ол жерде домдардың барлығының подъездері жабық тұрады екен, андай домофондары деген прям сыртында, есіктері ашылмайды. Сөйтіп біз Google Maps'тағы точканы, яғни біздің апартаментіміздің есігін тауып, сонда да ол есік ашылмағаннан кейін мүмкін арғы шетінен шығар деп, ана домды біз 2-3 рет айналдық. Дала деген примерно сағат 11-дің шамасында, қараңғы, уже жаңбыр жауғаннан кейін дала салқын, үстіміз су. Сонымен біз ана үйді табамыз. Домофондары, яғни осындай болды, сыртында кнопкалар болады екен. Әр апартаменттің, яғни әр өздерінің жаңағы организациялардың аттар жазылып тұрады, және де кнопкасы тұрады. Біз өзіміздің жаңағы апартаментіміздің кнопкасына бастық, ешкім ашпайды. Жарты сағаттай тұрдық, аша алмай, есіктері жабық. Кейін жанындағы басқа бір домофонға бастық, басқа организацияға. 2-3 рет басқаннан кейін ол кісі есікті бізге ашты. Ішіне кірсек, ол подъезд екен. Жанында тағы да бір сеткада домофон тұр екен. Тағы да жаңағы бізге есікті ашқан организацияға басуға тура келді, чтобы ар жағына лестницамен бетіп көтерілу үшін. Ол кісі енді түн болғаннан кейін атып шықты. Неге баса бересіңдер деп. Біз ол кісіге оқиғаны түсіндірдік, яғни біз апартаментімізге көтере алмай жатырмыз деп. Ол кісі ана кісіге звондаңдар деді да, ал ол бізді телефонды көтермеді. Түсінбедік неге олай, олар уже бізден, яғни Каспидан, счеттан ақшаны шешіп алған, яғни біз букинг арқылы бронировать еткен болатын. Ол кісі бізге айтты, егер де сендер букингтан бронировать етсеңдер, маған телефондағы қағазын, жаңағы бронировать еткен қағазды ашып көрсетіңдерші деді да. Ашып көрсетсек, бізге бітіп увеличить етіп көрсетіп тұр ғой. Мынау апартамент сағат 2-ден 7-ге дейін қабылдайды адамдарды. Одан кейін все қабылдамайды екен, прикиньте. Жаңағы сопровождение алған қызымызға, яғни ол кісі бізге отельдерді, апартаменттерді бронировать етіп берді ғой. Қазақстанда уже түн, әрең дегенде хабарласып, мына апартаменттің иесіне хабарласты. Ол кісі біз ескертпегеннен ана бронь отмена болып кеткенін айтты. Сөйтіп жаңағы біздің сопровождение берген қыз букингтің жаңағы апартаменттің иесіне хабарласты. Ол кісі бұл түсінбеушілікке былай жауап берді. Сіздер сағат 7-ге дейін келмедіңіздер, 7-ден кейін сіздердің броньдарыңыз отмена болып кеткен деп. Хотя booking.com-да ол бронь активный болып тұрды. Бронь жасаған кезде міндетті түрде қай уақыттан қай уақытқа дейін қабылдайды, соған мән беру қажет екен. Егер де сіздер кеш келетін болсаңыздар, ол апартаментке немесе отельге міндетті түрде ескерту қажет. Біз ескертпегеннен кейін ол апартамент автоматически отмена болыпты. Сонымен біздің сопровождение жасаған қызымыз бізге айдаладан бір отельді, хостелді тауып берді, сөйтті де ұйықтап қалды. Ал біз ол жаққа баруға қорықтық. Ол біріншіден түн ортасы, екіншіден ол өте алыс. Сонымен өзіміз жан жағымыздан отельдерді іздей бастадық. 2-3 сағат бойы отель іздедік түнімен. Үстіміз деген су жаурап. Біз букингтан бір отельді тауып, таксимен бардық, себебі қорықтық жаяу баруға. 10 минуттық жерге 8.000 теңге алды. Жарайды дедік те бардық, кірдік ішіне, ура, ашылды, мынау отельдің есігі ашық наконец-то деп, потому что Римдағы түнде далада тірі жан жоқ, қорқынышты, бүкіл подъездің есіктері жабық. Біреу қуса, қай қуысқа кіріп тығыларыңды білмейсің, себебі бүкіл есіктер жабық. Сөйтіп жаңағы ана отельге кіріп, диванна отырдық. Бір кісі келді, айтты, біздің отельде ешқандай орын жоқ деді. Біз айттық, пожалуйста, осы отельде ең болмағанда таңға дейін отыра тұрайықшы, осы диванда, пожалуйста дедік. Айтты, бізге жоқ, сіздерге біз жарты сағат береміз, жарты сағаттан кейін мына жерден кетіңіздер деді. Біз жарты сағат отырдық, жарты сағаттан кейін анау кісі келіп бізді, как сказать, қуып шықты. Сол кезде жыладым. Қазақстанға қайтқым келіп кетті, себебі
Настолько европейцтер жестокий болды да, что екі қызды посреди ночи даже ресепшнның жанында отырғызбады ғой бізді. Біз қазақтар болғанда деп ойлап кеттім ғой сол кезде. Қазақтар болғанда ең болмағанда бір бұрышқа төсек салып беретін едік, немесе жаңағы ресепшнның астына болсын бір жер, хоть ана диванда отырғызып қоятын едік, шайын беріп ше. Вот настолько қандай жестокий дедім да, бізді қуып шықты. Сөйтті да есігін тарс етіп жауып алды. Біз далада сол отельдің алдында отырып тағы да отель іздедік. Бір сағаттай отырдық. Мына фотоны қараңыздаршы, мен фотоны көрсем негізі жылағым келеді. Ол жерде мен ұйқым қатты келіп, жылағым келіп отыр. Отельдің админі шықты да бізге айтты: менің сендерге кеңесім вокзалға барыңдар деді. Сендер қазір ешқандай апартамент, отель таппайсыңдар, барлығы полный, лучше қазір вокзалға барып түнеңдер деді. Тағы да бір отель тауып, оған тағы да бардық. Ура, наконец-то есігі ашылып кірді. Тек тоже бүйтіп лестницамен көтерілдік. Подъездің іші тып-тыныш, қорқынышты, я. Барсақ, есік тұр. Яғни 3-ші этажға көтерілдік. Есігі ашылмайды. Сонымен не істейміз? Уже сағат 3 па, 4 па, сондай. Сөйтіп подъезде түнейік дедік. Мына суретке қарасам тағы да жүрегім ауырады. Екеуміз киімдеріміз жұп-жұқа, жаздық киімдер алғанбыз. 10 килограмм рюкзакқа. Менің костюмым бар, қалын еш нәрсе жоқ. Сөйтіп екеуміз жамылып отырып, жаурап отырып, таңға дейін примерно отырдық сол жерде. Ұйықтадық, кезек-кезек ұйықтадық. Бірақ маған ұнағаны Римнің көшелері тыныш, қорқынышты емес, спокойно жүре бересің. Сөйтіп таң уақытында біз вокзалға барайық деп шештік. Салып, бір кафешкадан шай мен круассан заказ беріп, оны ішіп алып, кафешканың арт жағындағы стол мен стульяға заттарымызды қойдық та екеуміз ұйқыға кеттік. Сөйтіп кезек-кезек ұйықтап, уже кішкене сағат 10-11 болған кезде мен таң қалғаным, сол кезде адамдар ары-бері өтіп, бізге еш нәрсе деген жоқ, тұрғындар кетіндер деп ше. Өйткені біз ана жерде прям столға отырып ұйықтап отырып қой. Түнімен бізге жанымдағы құрбымның жігітімен біздің жақын құрбымыз отель мен апартамент іздеді, тапты, забронировать етті. 12-ден 1-ден кейін қабылдайды екен. 12-1-ге таман екеуміз жиналып бардық. Ура деп наконец-то біздің отельге кіріп, жуынып, ұйықтадық. Солай біздің Римдағы бір күніміз өтіп бітті. Кешке қарай күн батарда біз Колизейға бардық. Біз әр музейді, көрнекті орындарды араламай тұрып, міндетті түрде ол жердің тарихын біліп барамыз. Барғаннан кейін оны тамашалаған одан да қызық болды. Колизей амфитеатры гладиаторлар шайқасы мен цирк ойындарын тамашалау мақсатында тұрғызылған. Ортада ойын көрсететін алаңы, сатылап жоғарылай беретін 4 қабатты орындықтары болған. 50 мыңдай адам сыйған. Осылай Колизейдің кешке дейін жан-жағын аралап, суретке түсіп тамашаладық. Сонымен келесі көшелердің бойынан өтіп бара жатып, бір кафенің бойында тұрған қазақ қызын көріп қалдық. Бұл кафенің иесінің әйелі қазақ екен. Официант қызға өзіміздің қалауымызша паста тапсырыс бердік. Себебі Италияда жүргенімізге 5-6 күн болса да, әлі дәмді пастаның дәмін көрмеген едік. Мен бізге осындай үлкен порцияда өте дәмді паста жасап әкеліп берді. Кейін бізде осы танымал Фонтан Тревиға барып суретке түстік. Жан-жағында адам өте көп екен. Сенесіздер ме, жылына осы фонтаннан 1,6 миллион евро алып шығады. Себебі келген туристер өздерінің армандарын айтып монеталарын тастайды екен.
n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Аэропортқа келіп Париж қаласына жол тарттық. Париж қаласында біз хостелға жайғастық. Сәтімізге орай 5 орындық бөлме бос болып, екеуміз ғана түнедік. Таңертең осындай әдемі атмосферамен таңғы асымызды ішіп алдық. Сосын нағыз парижанкалар секілді киініп алып қалаға қарай шықтық. Негізі Париж қаласының атмосферасы өте керемет, колоритный, нағыз творческий, романтичный қала. Парижде метроның кең жүйесі бар. Қаланың кез келген жерден жақын маңдағы станцияға дейін 500 метрден аспайды. Және өте қызықты факт, әйгілі жазушылар Александр Дюма мен Ги де Мопассан, сондай-ақ Париж операсының сәулетшісі Шарль Гарнье және басқа да танымал адамдар бір кездері Эйфель мұнарасының Париж келбетін бұзады деген петицияға қол қойған. Және менің тағы бір армандарымның бірі ол музей Диорды тамашалау еді. Егер Париж қаласында болсаңыз, атақты дизайнер Кристиан Диор үйінің ертегі әлеміне сүңгу үшін міндетті түрде музей Диорды тамашалауға кеңес беремін. Галерея кіреберісінде үлкен ақ мәрмәр баспалдағы және көйлектер, аксессуарлар, сөмкелер мен аяқ киімдерді қоса алғанда француз сән үйінің 1874 макеті бар. Неше түрлі дизайндағы манекендегі ақ түсті макеттер, дизайнердің маталар қиындысы ілінген нақтасы мен эскиздар жатқан жұмыс үстелі, кішігірім ательенің де көрінісі бар. Әлем жұлдыздарының сән үйінен киілген көйлектерінде көрсетілген. Галереяда көйлектер, аксессуарлар, зергерлік бұйымдар, заттар мен фотосуреттер Кристиан Диорның дәуірдің салтанатына жақындығын көрсетеді. Мен өзім көйлек дизайнері болуды армандағаннан бұл галерея маған өте үлкен шабыт берді. Әртүрлі қымбат тастардан қолмен кестелеген көйлектер, қиын дизайндағы сол замандағы корсеттерді өз көзіммен көргенде қиялда шектеу болмауын тағы да түсіндім. Бұл галереяны көруді сән әлемінде жүрген әр қыз армандайтыны сөзсіз. Перестать кушали, что ли, что мы не снимаем вот это вот. Барлық туристермен француздармен Эйфель мұнарасының жанында отырып жанғанын күттік. Ровно сағат 11-де жанды. Сол кездегі біздің эмоциямызды айтып жеткізе алмаймын. Талмай еңбектеніп саяхаттауға мүмкіндігім болып, осындай эмоцияларды бастан кешіріп жатқаныма шүкіршілік айттым. Келесі күні тағы да қаланы аралап, қала ортасынан аэропортқа жүретін автобусқа отырдық. Бағасы 8100 теңге болды. Қатты жаңбыр жауып тұрды. Париж бізді жібергісі келмеген сияқты. Сөйтіп аэропортқа келіп, Барселонаға қарай ұштық. Барселонаға аман-есен жетіп, хостелымызға орналастық.
hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Испанияның дәстүрлі тағамы паэльяны да тәмін татып көрдік. Испанецтер өте көңілді халық екен, көшеде әртүрлі аспаптарда ойнап отырады. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Бұл храм святого семейства. Бұл храм 1882 жылдан бері соғылып келе жатыр екен, тіпті әлі бітпеген. También el tequila blanco con su sangre da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de sabor. Автобусқа отырып, жағажайға қарай жол тарттық. Су өте салқын болса да, мен шомылып алдым. Жағажайда жатып, демалып, тіпті ұйықтап алдық. Кешкі Барселона тіпті өте қызық болды. Дүкендерді аралап, сыйлықтар алдық. Егер Барселонада болсаңыздар, осы пляжға келсеңіздер болады. Тегін кіру. Суы да жақсы. Мен түсіп көрдім, жаңа салқын болса да. Лежак, полотенцедан арендаға алсаңыздар болады. Неохота, знаешь, сейчас начинаю. Энергию давать. Знаешь, я раньше Sí, Messi lo tiene. Neymar lo tiene. Rossi Benayoun lo tiene. Nuri, çay içeriz. Будапешт Венгрияның астанасы. Ол өзінің сұлулығымен және таңғажайып көрікті жерлерімен таңғалдырады. Бұл қала көне сәулет өнерімен, мәдени ескерткіштерімен, сондай-ақ өзінің әсемдігімен таңғалдыратын заманауи ғимараттарымен толы. Будапешт тұрғындары өз қаласын мақтан тұтады, сондықтан олар қонақтарды қуана қарсы алады және жергілікті дәстүрлер мен әдет-ғұрыптармен бөліседі. Әдемі жерлер мен жасалатын нәрселердің алуан түрлілігін ескере отырып, алдын ала көргіңіз келетін көрікті жерлер тізімін жасаған дұрыс.
Бәріне сәлем. Қазір уже Абу-Дабидің аэропортындағы отельдеміз. Біздің 2 апталық трип бітті. Путешествияда не түсіндік, соны айтайын деп шештік. Ең біріншісі, Біз Қазақстанды қатты жақсы көреді екенбіз. Қазақстанға жетпейді екен ешнәрсе. Адамдар да, вообще, Тамақ та, мемлекет те. бағалар да. Несі Қазақстанға жетпейді, біз соны түсіндік. Неге шығатын кезде, путешествияға шығатын кезде міндетті түрде баратын адамымызды біліп барыңыз. Егер де білмей, ол адам екеуіңізде ешқандай коннект болмаса, бүкіл путешествияларыңыз сіздің бұзылады. Біздік сияқты. Бізде күшті коннект болды, біз екеуміз сөйлеспеген, біз араласпағанбыз, біздің жақын құрбымыз бар ортамызда, сол арқылы танимыз. Бірақ та осы саяхатта біз бір-бірімізді жақсы таныдық, жол серігіңіз, екеуіңіздің түсініспеушіліктеріңіз жақсы болды. На одной волне надо Яғни быть. әйтпесе бүкіл саяхатыңыздың быт-шыты шығады. Ал енді Европаның 4 елін 5 қаласын 2 аптада аралағанымызға қанша қаражат кетті? Визаға 53 мың теңге, сопровождениеға 75 мың теңге, билеттерге 238 мың теңге кетті. Менің сіздерге үлкен кеңесім, егер сіздер ертерек алатын болсаңыздар, билетті лучше прямой алған дұрыс. Сол ақша кетеді. Мысалы, біз Астанадан Абу-Дабиға, Абу-Дабидан Будапешт қаласына алдық, яғни Wizz Air компаниясы арқылы. Оған аз сума кетті, бірақ та ортасындағы біздің отель, такси, жаңағы бір күн, плюс-минус бір күн кеткеннің өзінде прямой алған билеттің бағасы шығады. Ал 2 аптаға барлық апартамент, отель, хостелдарға 232 мың теңге адам басына кетті. Тамаққа общий примерно 95 мың теңге адам басына кетті 2 аптаға. Негізі тамаққа кейбір кезде эконом жасауға болады, яғни өзіңізбен осы елден рамион, доширак алып алсаңыздар болады. Өйткені кейбір хостелдарда, апартаменттерде печкалар болады, сол жерге қайнатып алып кешкі асыңызды жеп алсаңыз болады. Ал такси мен метроға бізде адам басына 61 мың теңге кетті. Шынымды айтсам, біз таксиге көп ақша құрттық деп ойлаймын. Себебі мысалы Абу-Дабиде бір күнге, яғни 16 мың теңге кетті. Қайтарда келесі күні тағы да 16 мың кетті. Римда жаңағы біз далада қалғаннан отельден түнде жету үшін әр такси примерно 8 мың теңгеден болды. Сол кездерді ойласам, яғни біз таксиге өте көп ақша құрттық. Негізі оны экономдауға болады. Бізде тағы да бір факап болды. Будапешттен Абу-Дабиға ұшатын кезде гейттің алдында біз 25 мың теңге төледік. Не үшін? Мынау рюкзак үшін. Бұл рюкзак ол кісілердің, яғни мынандай болады ғой, темір, соның ішіне сыймаса ақша төлейсің. Бұл рюкзак сиятын еді, бұл рюкзактың астында мынандай дөңгелектері бар. Яғни бұл примерно чемодан сияқты да, дөңгелетіп жүре бересің. И біз осы үшін 25 мың теңге төледік. Мына жерлері қатты болғандықтан анау темірге сыймай қойды. Ал егер сіздердің рюкзактарыңызда мынандай нелері болмаса, онда ол спокойно мұжылып сыйып кететін еді. Онымен қалған кезде тұрып алды, яғни мыналарыңыз сіздердің сыймайды, төлесеңіздер ұшасыздар, төлемесеңіздер біз қазір гейтті жабамыз деді. Мына месте бізден 50 мың теңге шығарып алды. А ничего, что біз 2 апта бойы сол Wizz Air компаниясымен туда-сюда ұштықта, бұл рюкзакқа ешкім қараған жоқ. Вот, сондай болады екен. Шынымен де, егер де Европа елдерін араласаңыздар, максимум бір 2-3 қаласына баруды кеңес беретін едім. Себебі сіздер өте қатты шаршайсыздар, толықтай бір қаланы қарап үлгермейсіздер. Сондықтан да егер де келесіде мен мысалы баратын болсам, мен тек қана 1 аптаға немесе 10 күнге Парижге баратын едім. Яғни бір қаланы толықтай сапалы түрде қарап шығатын едім. Күндіктеріңіз болғанша саяхаттаңыздар, себебі қазіргі уақыт ол ешқашан қайтып келмейді. Мына Алланың берген барлық әдемілігін, жаратқанын барын көріп үлгеріңіздер. Егер видео сіздерге қызық болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет!